Сәлем құрметті тыңдаушылар, сіздермен бірге Әншуақ подкасты. Бүгінгі біздің тақырып Әншуақ фестивалі. Және де бүгінгі подкастымызға келген құрметті қонағымыз өз саласының шебері, белгілі композитор Мақсат Жәутіков мырза. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз біздің студиямызға. Жақсымыздар, достар. Қатардағы жауынгер генерал-полковник деген қалжың ғой. Алдымен сіздің шығармашылық сапарыңызға көз жүгіртсек, бұл жолға келу не себеп болды? Енді шығармашылығыма тоқталып айта кететін болсам, ол кішкентай кезімнен балалық шақта саяхат жасау керек қой. Енді балалық шағым өте қазір еске алатын болсам, енді балалық махаббат, балалық сезім ең бірінші жаңағы енді шығармашылық болғаннан кейін бәрі үйден басталған. Одан кейін жаңа мектепке барғанда мектеп ансамблінде үйірме аштық. Бізде ансамбль болды. Сол енді арманым қанаттанып кейін оқуға бардық. Оқуда жаңағы әншілік, жаңағы аспапта ойнау, жалпы өнер дегеннің қандай екенін оқып жүріп білдім. Оңай жол емес, оған жүрек керек, оған сезім керек, оған талпыныс керек, оқу керек. Енді соның бәрі ұштала келе бүгінде мақтанамын. Бүгінгі мақтан тұтатын тамшыларым елге үлкен азамат болып жатыр. Біреу әнші, біреу жаңағы басқа салада жүрсе де үлкен азамат болып жатқандарына қуанып, мақтанып айта аламын. Бүгінде кәдімгідей жаңағы жан-жағыма жіті қарасам, біраз шығармалар жазыптым. Оның ішінде балаларға арналған әндер, үлкен әншілерге де арнайы жазылған әндер. Енді мақтанатын болсам, әндерім 500-ге дана жетіп қалыпты. Жақсы, керемет. Ең алғашқы, сол 500 әнге жететін болса, ең алғашқы туындыңыз қалай аталады және оны кім орындады? Ол әрине өзім орындадым. Ол жаңағы мектепте оқып жүргенде парталасқа ғашық болып жүрген кезде жазылған дүние болу керек. Сол арманым сол кездегі 40 жылдан асты ғой. Сол кездегі әнімді қайтадан өңдеп шығару керек болып жатқан жағдай, соған қолым тимей жатыр. Құдай бұйырса, сол әнімді қайтадан өңдеп парталасым деген әнім туындыны қайтадан жақын арада жарыққа шығарасыз. Тамаша. Шығатын шығар. Сол 500 әннің ішіндегі ең танымалы, қазір елге мәлім болып келген танымалын айтып берсеңіз. Енді ол жерде балаларға арналған әндерден ең бірінші әрине «Тәтті» деген ән. Сөзін жазған Досым Қалмырзаев. Онан кейін жалғасы болып «Тамшылар» шықты, «Бал арман» шықты, «Жекпе-жек», жаңағы «Тамшылар» фестиваліне арнайы арналған «Тамшылар» әні. Енді қазір аттарын түптеп жатпайын. 150-дей ән қазір балаларға бір-біріне таралып, жаңағы менімен бірге осы еңбек істеген тамшылардың арқасында қаншама ән қазір балалардың қоржынында, мектеп қабырғасында және басқа ән додаларында қолданылып айтып жүр. Келесі сұрағымыз, осы ән жазған кезде, ақындармен сөз жазылған кездегі сәт қалай болды? Ақындармен жұмыс істеу оңай ма? Және соның ішіндегі ең қызықты сәтін айтып берсеңіз. Ең қызықты сәтті мен енді бұл жерде ең бірінші жаңа
қиял арманнан туған бір ойлар бар, көзқарасым бар, бір ойлармен бөлісем. Мәселенке жаңағы тамшылар балаларын жиналған кезде жаңағы пәленбай балалардың ішінен 3 қызымды таңдап тамшылар тобын құрдым ғой. Сол кезде бірінші келген ой, тамшылар болғанның бұлардың өздерінің әндері болу керек. Авторлық әндері жаңағы тәтті, қыздарымды көргенде тәтті деген ой келді ғой. Тәтті деген енді жалпы айтқанда өте әдемі, өте жақсы, өте сондай сұлу дүниені біз тәтті дейміз ғой. Сол себептен жаңағы Досым Қалмырзаев деген бауырыма тапсырыс бердім. Тәтті және топтың аты Тамшылар деп қойғаннан кейін Тамшылар деген өлең жолдарын жазып берсе, сол желісімен ән жазылады деп, содан тәтті Тамшылар деген әдемі бүгінде 2-3 шетел мемлекетінде аударылып айтып жүрген әндеріміз бар. Соны мақтанып айтамыз. Әрине, мақтануға құралықты. Әрине, содан бұл ән сөзге жазылса, дөп жазылады деп ойлаймын. Менің көзқарасымда. Тамаша. Жалғасты. Ал осы біздің бүгінгі тақырыбымыз Әншуақ фестиваліне байланысты болғаннан кейін, Әншуақ фестивалі сіздің өміріңізге не берді және ондан шығармашылығыңыз қалай өзгеріп жатыр? Әншуақ фестивалі дер кезінде кең өріс алып жатыр деп ойлаймын. Бүгінде балалар тақырыбында мынау балалар әндері жарнамасы аз болғандықтан деп ойлаймын. Өйткені менің бірге әріптестерім, бірталай әріптестер балалар тақырыбында жақсы әндер жазып жатыр. Сол орайда бірақ кішкене жарнама жетіспейді. Осы орайда осы Тамшылар Әншуақ ән фестивалі өте дұрыс бағытын алып, бүгінде маған автор ретінде және әріптестерім жаңағы бірталай жазған туындылары елге белгілі емес қой. Сол орайда үлкен бір үрдіс алып, жарнама жасап жатқан жағдай. Бүгінде мінеки Қазақ радиосымен бірлесіп, жаңағы оқу ағарту министрлігі жасап жатқан үлкен көлемді осы ән фестивалі бағытын дамытып жатыр. Соны қуана қабыл алып жатырмыз, өзімізде белсене қатысып жатырмыз, әндеріміз қатысып жатыр. Сол радио байқауы желісінде бүгінде үлкен таралым болып жатыр деп ойлаймын. Сондықтан құтты болсын, Әншуақ жасай берсін, ертең үлкен бір керемет бір концерттік бағдарламаға жалғасса деген тілегіміз бар. Рахмет көп. Осы композиторлық, өзіңіз айтпақшы, композиторлық жол, ән жазу, мысалы, ол өте қиын негізі. Сол ән жазған кезде шабытты қалай аласыз? Әрине, балалардың ой қиялымен ән жазу деген оңай емес деп ойлаймын. Бірақ өзіме білмеймін, енді кішкентай жаңағы бүгінде немерелерімізді қараймыз, қылықтарына қараймыз. Соған орай биыл осы немерелеріме арналған 2-3 дүние шықты. Құдай бұйырса жақын арада паш етерміз. Ал енді бала әні деген өте, білмеймін, ол бір ғажап, ол бір ғаламат дүние. Оны жазу бала болып өмір сүру керек деп ойлаймын. Бірақ дегенмен жақсы балаларға арналған жақсы әндер шығып жатыр. Осыған орай осы жерде мақтанып кетейін. Мінеки биыл мен Тамшылар деген кітабым шықты. Көрсетіп қояйын. Бұл Тамшылар деген кітабыме енді 20 жылдық еңбек. Өзіңіз? Иә. Осы таңдаулы 64 әннің клавирі кірді. Бұл жерде ең бірінші междегі Кеңес ағам бастаған жақсы сөздер, Шөмішбай аға,
халықаралық деңгейдегі үлкен кітап деп ойлаймын. Мұнда Украина, Ресей, Юрмала, Балтық теңізі жағалауындағы әріптестер, өзіміздің ақын ағалар, әріптестерім, шетелдік композитор, өнер майталмандары мен туралы жақсы сөздер айтып, жаңағы қалжыңдап айтамын, жамандап жақсы сөздер жазып, содан осында тамшыларымның бүкіл әлемдегі көрсеткен мынау өнерлері, мынандай суреттер сөйлейді деген бөлімі бар. Миллион суреттің ішінен 300 сурет таңдап, енді тарихи суреттер мынаның бәрі. Шығармашылық жоқ. Сондай шығармашылығым жалғасып жатқан жағдай. Ішіне мінекі мен туралы 2 өлең бар, үлкен Ибрагим ағаның сөзімен, және Сәлеу ағаның сөзімен жалғасқан осындай соңында бар көрінеу деген тұжырым сөзімен бар көрінеу дегеніміз қазақша транскрипциясы бәрі көрінеді деген мағынада ғой. Тамаша. Бар көрінеу деген біздің Жаркент өңіріндегі үлкен таудың шыңы аталады. Бар көрінеу деген. Оны Бештон Нұржекеев ағамыздың өлең сөзінен 2 жылын алдым. Атыңнан айналайын атамекен, кім сені бар көрінеу деп атайды екен деп. Тамаша. Ұранды сөзін өстіп жазып алған. Осындай тамшылар деген кітабын елге базарлы, балаларға базарлық болып шықты. Құдай білсе енді бұны жаңағы хрестоматия ретінде шығарсам деген арманым бар. Біз мектепке барамыз. Осы орайда мынау тамшылар кітабын арасында жаңа мен бұл кітапты иеленген адамдарға сіздер бақыттысыздар деп жатырмын. Өйткені бұл жерде бүкіл мынау 64 әннің клавирі ғой. Клавир. Әлемдегі қандай да болсын пианист алады да, жаңа әнді ойнай береді. Бірақ, мына кітаптың артында мынандай QR коды бар. Сол QR-ға басасыздар да, тамшылар деген менің парақшама шығады. Ұнаған әнін мен жаңағы эксклюзивті түрде минусы бар, жасалған өңдеуі бар, соны жіберемін. Осы орайда осы кітабымды сіздердің ұжымдарыңызға әрі қарай осындай ән шуақ бағдарламасы елімізге танымал болып, ең басты мақсат балаларымыз үлкен азамат болсын. Ертең әнші бола ма, әкім бола ма, жоқ басқа саланың үздік маманы бола ма, үлкен азамат болуына себепкер болады деп ойлаймын. Ән шуақ жасай берсін, оқу ағарту министрлігі дами берсін, балаларымыз өсе берсін дей отырып, осы кітапты сіздерге ұсынайын, рұқсат болса. Керемет. Сіздер бақыттысыздар. Ағайын бұны 150 мың теңгеден таба алмай жүр ғой. Мінекей. Уже бітіп қалды ғой. Тамаша. Рахмет көп-көп. Мақсат Жағытбек мырзаға алғысымыз шексіз. Сізбен әңгімелескен, сырласқан өте қызықты болды деп ойлаймын. Сізге көп-көп рахмет. Және де біздің атымыздан осындай гүл шоғымыз тартып етіледі. Жаса елім, қазағым гүлдей берсін. Рахмет. Рахмет, бүгінгі кездесуден тыңдармандарымыз шабыт алды деп ойлаймын. Келесі аптада кездескенше ән шуақ подкастын күтіңіздер. Хош, сау болыңыздар.